Енді бала бөліміміздің топқа бөлініп алайық, алдын ала. Жиі арқылы келеміз. Әрқайсысы өздерінің таңдайтындар, топқа бөлінуде. Наурыз айы болады. Бөлімнен тезбес. Бірінші топ, екінші топқа. Бағалау парағымыз деп атышыны әрқайсысы бөлімдерін белгілеп отырасыздар. Сіздерге қаратып береміздер ме? Әрқайсысы бөлімдерін түсінікті ғой қалады. Әрқайсыны өзіміз белгілеп отырамыз. Енді бала үй тапсырмасына мен сендерге біз алдында нысанды жырау өткенбіз, нысанды жырауда бізде қандай кейіпкерлер болды? Кенесары мен Наурызбай болды. Бүгін біз соның бейнесін өтеміз, кейіпкерлердің бейнелерін, және енді сол арқылы үй тапсырмасына сіздерге фортуна әдісі арқылы сұрақтар қойылады. Қазір таңдаймыз. Үшінші сұрақ. Наурызбай туралы не білесіз? Кім жауап береді? Тоғжан айтады. Біз шығарманы оқып отыра, Наурызбай дегеніміз, ол бізге Кенесарының інісі, және де ержүрек батыр, өзінің отанына серік болып, ел үшін күрескен батыр. Екінші, жылдағы Кенесары кім? Амина айтады. Жылдағы Кенесары образы қазақ халқының ханы, сонымен қатар бұл Абылай ханның немересі болады. 1837-1847 жылдарда өзгерістің басшысы болып бейнеленген. Расыл, қалың естек айтады. Наурызбай өз елін қорғау үшін соғыс болғанын жасады. Бізге алғыш тапсырма қалыпты. Сұрақ қалыпты. Наурызбай қырғыз қамалы қалай бұзады? Наурызбай Дулаттарға барып, толық қоншап жеңіліске ұшырағаннан кейін талаптарын қабылдап қамалды бұзады. Енді қараңдар бала, кейіпкерде как әдісі бізде. Екі кейіпкер берген, бірінші топта оқимыз, Рашымақты. Атағы шықты ақылдап, жауды үркітіп қашырды. Ақ алмастай жарқылдап, зәресін алды дұшпанның. Найза ғайдай шартылдап. Ол бізде Кенесары жақсы. Жанған оттай бұрқылдап, көк тимеген ат астында. Ор қояндай болтылдап, батырлардың найзасы, найза ғайдай жылтылдап. Бұл өлең жолдары Наурызбай батырға. Енді бізде тақырыбымыз Кенесары Наурызбай поэмасындағы кейіпкерлердің бейнесі берілді. Оқу мақсаты, бағдарламасы сәйкес оқу мақсаттарымыз көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлердің жүйесін анықтады. Сапаты мақсаты көркем шығарманың идеясына сай кейіпкердің жүйесін анықтай алады. Енді балалар қараңдар, Кенесары Наурызбай поэмасы ол бізге Наурызбай мен Кенесары кім екен? Бір-біріне ағалы поэмасында қазақ халқының азаттық пен тәуелсіздік жолындағы күресін бейнелейтін тарихи шығарма екен. Поэмада Кенесары хан мен оның інісі Наурызбай батырдың ерлері елге деген сүйіспеншілігімен отансүйгіштік рухын көзімен табады екен. Кенесары бейнесі елін қорғаған, ақылды әрі әділ қолбасшының бейнесі. Ол халықтың бірлігі мен еркіндігі үшін күресіп, ел намысын биік ұстаған тұлға ретінде суреттелген. Ал шығармада ағайын екі батыр ел тәуелсіздігі жолындағы күресі арқылы халықтың отаршылдыққа қарсы қозғалысын суреттелген. Поэманың негізгі идеясы ел бірлігі мен ерлік рухын дәріптеу, тәуелсіздігін қадірін ұғындыру екен. Бұл шығарма арқылы оқырман халқымыздың азаттық жолындағы күресінің қасиетін түсінеді кезінде бала. Бізде бұл поэмада екі батыр беріледі, сол бейнелерді
соған қарай біз тапсырмалар орындаймыз, иә. Енді бізде топтық тапсырма ол фишбон әдісі арқылы тапсырма орындайсыздар. Бірінші топқа Кенесары тобы, иә. Ол Кенесары батырға мінездерін беру, кейіпкердің жақсы қасиеттерін анықтау, үшінші кейіпкерлердің қасиеттерін өмірмен байланыстыра отырып, әрекеттермен қазіргі заманмен салыстыру, иә. Екінші топта тура сондай, бірақ сендер Наурызбай тобына бересіңдер, бұл бізде дескриптор мінездемелерін сипаттау, кейіпкерлердің негізгі қасиеттерін анықтайсыңдар, әрекеттерін өмірмен байланыстырасыңдар, иә. Кәсімдерге флешмоб картасын беремін, осыған орындаймыз, тапсырма. Бізге берілген тапсырма Кенесары батырға мінездеме беру және де қазіргі заманмен салыстыру және де жақсы қасиеттерін ашып көрсете білу. Кенесарыға мінездеме батыр ержүрек қайсар қайтпас батыр болмыз. Ал Кенесарыны қазіргі заманмен салыстыратын болсақ, Кенесары баяғы заманның батырлары қолдарына найза алып қылыш ұстап жауға шабатын болса, ал қазіргі заманның батырлары, қазіргі заман білімдінің заманы болғандықтан, қазіргі заманның батырлары ол ең білімді адамдар деп санаймыз. Сол себепті қазіргі заманмен салыстыратын болсақ, қазіргі заман тек білімділермен күресе білу. Кенесарының ең жақсы қасиеттері ол өз еліне пида еткен. Намысын қолдан бермей, соңына дейін күресе білді. Қасиеттері. Және де біз осы шығарманы оқи отыра Кенесары батырдың қандай екенін білдік, қандай қасиеттері бар екенін біліп оқыдық. Қалың еңбексінде өздерін бар. Бізге берілген батыр ол Наурызбай батыр болатын. Біз оған ең алдымен бірінші көрсететін. Тоғжан Темірдің жақын болса, ол батырды ел намысы үшін өз жанын өткізіп, сандардың бірі болып саналады. Келесі оны біз яғни Наурызбай батырдың бойындағы қасиеттерді қазіргі заманмен салыстыратын болсақ, біз қазіргі заманда ежелгі Наурызбай батырдың бойындағы қасиеттерді, яғни ержүрек, батылдық сынды қасиеттерді қазіргі заманнан таба алмаймыз. Себебі өз жанын пида етіп, қазақтың тәуелсіздігі өз ел үшін күресетін батырлар тек ежелгі заманда Наурызбай батырдың қасиеттері жеткізіп болсақ, ол Наурызбай батырдың бойында ержүректігі бар, сабырлы, әр істің соңына дейін ел намысы үшін жанын пида еткен батыр болған. Сонымен қатар бізде Наурызбай батыр өте сабырлы және де өзіне берген кеңестерін толық қабылдай алатын және оған айтқан қариялардың кеңесін жақсы қабылдайтын батырлардың бірі болған. Қағаздар арқылы жұрттық тапсырма беріледі, иә. Жұрттық тапсырма беріледі, қалай орындалады, иә. Бұл жерде бізде дискриптор білім алушы, оқытқан берген өзінің оқисыңдар, иә, оқытқан оқисыңдар, өзіңіздің қай кейіпкерін анықтайды, кейіпкерді сипаттап жазасыздар. Жарай ма? Бұл жұрттық жұмыс береді. Бірінші жұрттық тар жол сайғақ кешуде қолдың алдын жабдылын. Бір өзіңмен жүргіздің, үш ағаштың барлығын.
Екінші жүзікті жауды үркітіп қашырды, ақ алмастай жарқылды, зәресін алды дұшпанның, найзағайдай шарылды. Екінші жүзікті. Үшінші, қабат-қабат оратып, қырық арқан жалғады, тартып алды ойдағы, зелтірек пен арбаны, бір-екі рет аспанда күніреңіз кетті жан-жағы. Бесінші, қамзыл ішіп күннан ақ орамал басында, көрғыла белгісіз 30 көкжал қасында. Тақында ма оқықты? Соған көрген сипат бересіздер, және идеяны ашудағы орны. Қаржылыққа кешуде қолдың алтын жаратылған бірізінің жүргізген үш алаштың барлығын бұл Кенесары ханға оны сипаттап кететін болсақ, ол қазақтың қиын қыстау кезінде басқарған ел үшін жауын берген батыр. Екінші үзінді, бөтен жектеп жүргенде, екінші шалқын кесілді. Жасыл алмай жүреді, түйені жыртылып шешілді. Қойға кірген бөрідей, қырғызға салды кесілді. Бұл өлең жолдары бізде Наурызбай батырдан тән. Енді кейіпкер сипатын түйіп салса, Наурызбай батыр қырғыздардың өз елі үшін күресті. Қадамын әрдайым нақшылатып, ер жүректерімен көзделген қазақтың Шығарманың өзгерістік тіліне жалғасу, бірінші мысал, қамзыл ішіп күннан орамал басында, көрі-қылыға белгісіз. Бұл жерде біздің көркемдік сипаты эпитет, идеяны ашуда орны, қыздың сұлу бейнесін көрсету, сұлулықты дәріптеу. Екінші жырдан мысал, қалыпқанын аласы, ағынан көзқарасы. Көркемдік сөздің сипаты теңеу. Идеяны ашудағы орны, халықтың көптеген бірлігін көрсету. Халықтың бірлігін көрсетуге жасалған. Қабат оратып, қырық арқанды жалғады, тартып алды ойдағы, зеңбірекпен арқаны бір-екі рет арқандар. Бұл ойынды оқи кезек, келелі сипаттай Екінші сөзін оқитын болсақ, бөбекте жүрген ер екінші жауып көсілді. Жазғы алмай жүреді, түйені жігіттен шешілді. Қойға кірген бөрідей, қырғызға салды кесілді. Бұл Кенесары кейіпкеріне тән үзінді. Ал кейіпкер сипаттап өтетін болсақ, Кенесары батыр, қайсар қайтпас, намысшыл қаһарман болған. Бұл жерде кейіпкерлері қазіргі замандағы өз кейіпкерлерімен таныстырды. Бізде қазір бар ғой кейіпкерлері. Қандай қазіргі батырларды, қай батырларды ойлайсыздар? Спорт жағынан, Қазақстанды әлемге көрсетіп танытады деген мысалы. Соны ойын жауап берген сіздерге, соны орындаймыз. Бұл жерде Кенесары қазіргі заманның ұқсастығымен айырмашылығын анықтайтындар. Дискурсия бұл жерде кейіпкерлерді қазіргі замандағы өз кейіпкерімен салыстырады, ұқсастығын жазады, айырмашылығын іздейді. Үш бап Кенесары ескішін сөзген батыр, ер жүрек әділ. Ал қазіргі заман кейіпкері тәуелсіз елін қорғанған әскери адамдар. Ол екеуісінің ұқсастығы екеуі де елін қорғайды, батырлық пен намысқа берік. Ал екеуісінің айырмашылығы Кенесары хан ел тәуелсіздігі үшін күрескен, ал қазіргі заман кейіпкерлері бейбіт өмірде елге қызмет еткен. Мен бұрынғы заманның батыры Наурызбай батыр мен қазіргі заманның батыры Елдос Сметов жайлы айтайын. Екеуінің ұқсастығы, екеуі де өз елінің батырлары. Айырмашылығы Наурызбай батыр бұрынғы заманның батыры болса, Елдос Сметов қазіргі заманның батыры. Ол спорт жағынан өз елін әлемге танытқан спортшы болды.
Менин сөзүмө ката батырлардын Наурызбай батыр менен азыркы замандагы батырлардын бири Геннадий Головкин дагы болот. Экөөнүн укташтыгы экөөдө батыр халык кахармандары, кайсарлык менен ерликпен күрөшкен жандар және элин сүйгөн азаматтар. Ал айырмачылыктары Наурызбай тарихи ел тәуелсіздігі үшін соғысқан жауынгер. Ал Геннадий Головкин қазіргі заманның спорт батыры. Ол соғыспен емес, еңбегі мен талантымен елін танытқан. Енді барлықтарыңызда телефон, ұялы телефон бар, иә, балалар? Көмесіңдерге, ана тақырдар бізге QR арқылы сабақты қорытындылау берген, иә? Тест тапсырмасын, тест орындаймыз, иә? Жауап беріңіз, иә? Орындай поэмалары кейіпкерлер бейнесі қазақ халқының ерлік рухын азаттыққа жүрген арманын танытып, ұлт жанрлықпен бірліктің символы деп көбі сабақты енді қараймыз балалар, рефлексиямызда барлығы түсінікті, толықтырып жерім бар, еш нәрсе түсінбедім. Соны келесінде де өздерін мына жақтан басып көрсеңдер болады. Келіңдер. Аружан, бірінші. Бүгінгі сабақта барлығы түсінікті болды. Себебі мен осы сабақ арқылы ежелгі заманда Кенесары батыр мен Наурызбай батыр қазақ елі үшін қырғыздармен, дулаттармен келісе отырып, қырғыздармен қалай соғысқаны туралы, қазақ тәуелсіздігін қалай алғаны туралы, және де қазақ халқына өз үлестерін ежелгі таңда қалай қосқанын білдік. Жақсы. Барлығы түсінікті болды. Және Наурызбай батыр мен Кенесары батыр кім екенін түсіндім. Және екеуі қазақ еліне жасаған ерліктері қазақ елі үшін жанын берген батырлар екенін. Маған бүгінгі сабақ түсінік болды. Өйткені біз Кенесары, Наурызбай туралы көп нәрсе білдік. Олардың қандай жасаған еңбектерін, қандай ерлік жасағандарын және олардың кім екенін, қандай пайда тигізгендері туралы білдік. Қалжан. Барлығы түсінікті болды. Бүгін Кенесары хан мен Наурызбай батырдың қандай ерлік жасағанын және де қандай еңбектер сіңгенін өз еліне ол екеуінің батыр екенін білдік және де мінез құлықтарын білдік. Бүгін сабақ маған түсінікті болды. Келді сабағы. Маған бүгінгі сабақ өте түсінікті болды. Және Наурызбай батырмен Кенесары хан кім екенін білдік, өз еліне адал болғанын білдік. Адал болдық. Жақсы отырамыз. Енді екі тапсырма бар. Екінші тапсырмаға аласыңдар. Екінші тапсырма. Сағалап қоямыз ма? Сағалап. Қанша арылау ма? Санаңдар балалар, иә? Сонымен Аружан, 10 бал, Мұратов 9, Жақсы, Амина 9, Бақжан 8, Вероника 8, Салауат 8, Айғалым 10, Жақсы, Тоғжан 18, Жақсы бала, бұл жақсы қатысыңдар деп ойлаймыз сабаққа. Рахмет.